Алматылықтар жалпы қалалық сенбілікке шықты. Акция жыл сайын 22 сәуірде бүкіл әлемде аталып өтетін халықаралық жер күніне орайластырылды. Осы күні тазалық акциясы экологиялық белсенділердің бастамасымен оңтүстік астанамыздың барлық ауданында өтті. Сенбілік аумақтарында ағаш отырғызылды, спорттық шаралар, ойын-сауық бағдарламасы, түрлі байқаулар ұйымдастырылды. Өсімдіктерді отырғызу, стрит-арт суретшілерінен сурет салу және граффити жасау бойынша шеберлік сабақтар көптің назарын аударды. Көптеген отбасы қаланы қоқыстан тазартып, көшет отырғызуға келді. Акцияға қатысушылардың барлығын қалаға деген сүйіспеншілікпен Алматының бірегей табиғи жерлерін сақтауға деген ұмтылыс біріктіріп тұрғаны байқалды. Алматы билігі қоғамдық ұйымдардың экологиялық акция өткізу жөніндегі бастамасын қолдады. Қажетті заттармен қамтамасыз етіп, полигонға қоқыс шығару жұмыстарын өз міндетіне алды. Қала билігінің мәлімдеуінше жалпы экологиялық акция барысында барлығы 5000-ға жуық ағаш отырғызылған. Европа елдеріндегі қалалар сенбіліктерсіз-ақ таптаза, себебі ондағы тұрғындарға тазалық пен тәртіп ең алдымен өздері үшін қажет. Олар тіпті темекі тұқылында кез келген жерге лақтырмайды, менталитеті басқа. Ал біздің азаматтарында осыны қатаң ескергені жөн. Әйтпесе өкінішке қарай қала тұрғындарының арасында өзгенің еңбегін бағаламайтындар, қоқысты терезеден лақтыратындар да бар. Біздің еңбегімізді бағаламайды тұрғындар. Қоқыстарын сыртқа тастайды, терезеден тастайды. Біздерге айқайлайды, дұрыстап тазалаңдар деп. Ананы алың, мынаны алың дейді, жоғарыдан алып, жоғарыда мойын шығады. Мәселен бізде кешегіде краскіде жүрбек, мынау жаман краска дейді, қанағат етпейді краскілегенге де.